Құрметті көрермен, Алматы телеарнасында лайв студия телебағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып гаджетомания 21 ғасыр індеті. Осы тақырыпқа байланысты студиямызға 3-ші жұлдызды қонағымызды күтіп алдық. Тележүргізуші, әзіл-сықақтың мастері профи, КВН ойыншысы Эльдар Серікбаев. Эльдар, сен үшін жүрегімізден көргенімізге қуаныштым. Енді гаджетомания деп бағана жарнамаға дейін бастап кеткен болатымыз. Отандық шоу-бизнестің мен деген сері жігіттері қосылып, чемпионат өткізіпсіздер. Футболдан FIFA 18 деп аталады. FIFA 18-ден. Көрермендер кейбірі түсінбей отырған шығар, ауа райына шығып, далаға шығып, алаңда шығып, доп теуіп, кереметте терлеп ойнады деп. Шын мәнісінде олай емес? Жаңа жүлдемді көрсету керек еді мынандай. Мен енді алдыңыз кетіппін. Ал енді негізі отандық шоу-бизнесте сол ойынмен ауыратындар көп, яғни гаджетомендар өте көп, жетек былай. Тіпті несін жасырайық, қазіргі таңда темекіні зарядкаға қоятын болдық қой. Темекіні зарядкаға қоямыз. Ол мына телефон арып тұрсын. Наушник зарядкаға қоятын болдық. Темекі, сағат зарядкаға қоямыз. Телефон бар. Скоро өзіміз зарядкаға қоямыз, болсын мен. Автокөлікті де зарядтаймыз, қуаттаймыз. Сол заманға келіп. Әйеліңді де зарядтайсың арасында. О, әйел зарядкасы ақша болсын. Өзінен өзі үйді. Қазір, яғни үйленгенсің, е? Үйленгем. Аллаға шүкір, 2 балам бар, 2 ұл тәрбиелеп отырмын. Ажырасып кетті деп естідім. Жоқ. Сақина қайда, Эльдар? Мен негізі... Статуста тұр дейсің ғой? Жоқ, Сақина деген ол, мысалы, мен сағаттан басқа дүние тақпаймын. Сақина, біреулер сырға тағат, алқа тағат, кейбірлер білезік тағат жігіттер, мысалы, мен таға алмаймын, білмеймін. Енді осы гаджеттер семьяға әсерін тигізді ме? Тигізді. Айтып берші, неге? Өзің ауырдың ба? Жоқ, енді қалай айтсам екен. Баяғы жастық шақ, сол осыдан 5 жыл бұрын деп айтайық, 4 жыл бұрын. Енді біреулер білет, біреулер білмейді. Ол кезде кішігірім өзімізге звезда болып жүрген кездер ғой, анау елге жария етпей, үйленген білдірмейді. Сол кезде енді арасына жасып қалған адамдар болды. Қыздар, енді жастық шақпен. Сол кезде қалайсың, кездеспедік бе деп. Енді сол гаджеттің, қалай айтсам екен, тұратында жері, төсектің жаны не болмаса дастархан басында тұрады. Енді жаңадан түскен келін, оған бәрі қызық үйде. Бәрін көреді. Сол таңғыр-таңғыр телефон. Әсіресе күйеуінің смартфоны тым қызық, паролін біліп алып. Өте қызық. Содан не болды? Содан қарайды. Мынау кім? Соны бастайсың дейді. Жай, жұмыс бар. Серега ғой дейсің. Партнерлары ғой деп жібересің. Ашшы дейді. Соны бастайсың. Жаныма қоя қойса сен. Не үшін қою керек ол? Жоқ. Сен қоймасаң. Ол мен жеке затым ғой. Ол мен әйеліме ешқандай қатысы жоқ. Осы әйелді жекеменшік қылғанда жақсысыңдар сендер. Иә. Телефон, оның мысалы мен оның телефонына кіріспеймін. Оның телефоны, оның өз өмірі, ол өзімен оның ішінде не болып жатыр, мүлдем кіріспеймін. Оның телефонына жоламаймын. Мен о баста айтқам, сен менікіне жоламайсың, мен сенікіне жоламаймын. Ер азаматтар жалпы өздерінің телефондарына өте ұқыптылықпен қарайды негізінен. Иә. Мен әйелім осы 4 жылда 4 телефон ауыстырып, мен әлбір телефонмен жүрдім, сол сияқты. Енді сол қателіктен бастап бір рет болды, жасырмаймын, айғай-шу болды. Ажырасуға дейін енді бардық деп айтпай қояйық, енді үлкендердің әңгімесі болып кетті сол жерде. Үлкендер кірісіп, бір-бірімен сөйлесіп анау. Соны енді түбінде келіп айтты, не қыласың деп. Соны айттым, қоям дедім. Қойғанда қалай енді, бұл енді осылай қайталанбайды. Пароліңді алмастырып жүрмейсің. Иә, осыдан бастап, мен барлығына номерларын өшіріп, жазып, мен осылай үйленгенмін.
Не жетпейді сонда саған? Жоқ, ол кезде Аяна, бұл бар ғой, не жетпейді деген, бұл психологиялық тұрғыдан біздің келесі тақырыбымыз болады. Оны көрермендерге кейіннен айтатын боламыз. Ол жалпы ер азаматтардың өзінің күйзеліске ұшыраған кездерінде болатын жағдайлар. Жақсы, Эльдар, мен енді Эльдарды өте жақсы білем. Оны құпияларың көп, ол құпияның бәрін ашып айтпай қояйын дегенде де білмеген адам сияқты саған сұрақтарды қоя берейінші. Сен өзің балаларыңа осы телефон планшеттерді жиі ұстатасың ба? Ота ағасы ретінде. Иә. Балам... Шектеу қоймайсың ғой ешқандай? Шектеу қоям. Шектеу қоям, иә. Үлкенім балабақшаға таңертең кетеді, кешке келеді. Сол кешке үйге кіре салысымен сұрайтыны телефон. Бірақ бересің, бір жағынан оның пайдасы да бар телефонның. Мен саған телефон беремін, сен бірақ тамақ жейсің дейсің. Ол жарайды. Телефонды беріп қоясың, тамағын жеп алады. Сосын 1 сағат көрсетем, 1 сағаттан кейін болды. Мен балам бірақ телевизор қарамайды. Теледидар көрмейді дейсің. Иә, теледидар мүлдем қарамайды. Несін жасырайық, Ютубтағы қазіргі кішкентай мынандай 5-6 жастағы блогерлар бар. Ойыншықты зерттейді, қыдыратын жерін айтады, соны қарайды. Мультфильм мүлдем қарамайды. Енді қарашы, сен осындай тәсіл арқылы өзінің ата-ана ретінде міндетіңнен алыстап кеткен жоқсың ба? Жоқ, мүлдем. Бұл заман талабы сай. Осыған итермелеп келді уақыт. Мен оны енді қолына қамшы ұстатып, атқа мінгізіп қойып, күнде қой бақтыра алмаймын. Бірақ өзің осы аттармен көп уақыт өткізгенді қалайсың? Жоқ, енді соған келе жатырмыз. Өйткені жасы кішкентай, ертең бір 5-6-ға келген кезде мен оны міндетті түрде атқа мінгізем. Өзімнің ат ұстайтыным рас бар. Бәйгені жақсы көрем. Сол кезде үйретем ұлыма аттың не екенін. Енді ол жерде... Үйреніп алайын дейсің ғой, атқа мінуді. Жоқ, оны бәрін білдік қой, бірақ әлі оны да зерттейтін жері көп. Енді ұлдарыма міндетті түрде атқа мінгізем. Біреуін міндетті түрде атқа шаптырам. Енді ұлдарым қалай болады, қалай қайсысы нені таңдайды, уақыт көрсетеді. Ат шаба ма, бақ шаба ма, ең басы балалар аман болып, бағы ашылып кетсе Тым көп гаджет ұстаған балалардың ұйқысы нашар болып келеді. Тым агрессивтікке беріліп кеткен, мысалға. Өзің байқайсың ба? Ол байқаймын, рас. Қалай жеңесіңдер? 3 жастағы бала өзіңе қол көтереді ғой қазір. Бір ұрат, гаджетті алып алсаң, бір ұрат, істеп алады, шымшып алады. Оның әсері, яғни ютубтегі оның көріп отырған дүниелері, мысалға содан... Оны да қадағалау керек. Көрсететін де заттар бар ютубта, көрсетпейтін де заттар бар. Сосын енді қазіргі ата-аналар қалай телефон беріп қойды, тыныш отырса болды. Бәріміздің қалауымыз мынаның тыныштығы дейсің болды. Тып-тыныш диванның бұрышында отырып бүйтіп отырса, бұрылып, өзің тірлігін істейсің, шаруаларың бітіресің, екінші, үшінші балаң қараған ыңғайлы. Ал енді соның кейде не қарап отырған біз қадағалаймыз. Енді осы жерде тоқтатайын әңгімені, енді әйел мен ер азамат туралы арасындағы теңдік туралы әңгімелесек. Осы гаджеттер көбінесе өзің айтып отырсың ғой, отбасыға қатты кері әсерін тигізді деп. Ер азаматтарға қандай кеңес бересің? Әйелің ең басы көріп қоймасын десе. Қалжыңсыз, қалжыңсыз. Қыздардың атын Серега Андрей деп қоймау керек. Қай камера айтайын? Сен айта бер, ұстап алады. Кез келген, ұстап алады, иә. Очень тиіс жүрсеңдер ше. Бастан өтті дейсің ғой. Бүйтіп жүру керек. Негізі енді біраз жігіттер қазір бірнеше топқа бөлінді ғой, ер азамат дейтін. Біреулер діни көзқараспен қарайды әйелге. Біреулер 21 ғасырдың көзқарасымен қарайды. Біреулер өзінің әке-шешесінің Кеңес одағындағы тәрбиемен қарап қалғандар бар. Біреулер тегін әйел деп қарайды. Иә, біреулер енді зат ретінде қарайтындар да бар. Оны жасырмай қояйық. Сондықтан да қазіргі таңда бір әйелді бағып жеткізудің өзі ер азаматқа күш болды. Бірнеше әйелді айтпай қойын мен. Оны жыл сайын жаңа телефон, смартфон алып беру керек, ол да бар. Ол да бар. Әйелің өзіңе ұнау үшін, өзіңнің көзқарасың бұзылып кетпес үшін, әйеліңе біраз шынымен ақша керек, вложение дейміз ғой. Маникюрін, педикюрін, несін жасырайық, шугаринг дегені бар. Оған да апарасын, массажына апарасын, бет келбеті әдемі болса екен деп. Өйткені сосын
өзіңді еркек сезінген ер азамат жанында әдемі әйелдің болғанын қалайды. Сондықтан да әйелің әдемі болу керек деп есептеймін. Өзің түрің сәл маймылдан әдемі болса жақсы, иә? Одан Елдар, бұған дейін айтып өткен тақырып бойынша жаңағы отандық шоу-бизнестегі жігіттердің барлығы бас қосып, жаңағы FIFA 18 деген чемпионат өткізіндер. Бұны компьютерлік ойыннан, яғни сендер чемпионды анықтадыңдар. Дұрыс қой? Енді бірен саран адам деп айтайық, біздер негізі көппіз. Бұл чемпионаттың кешегі түрі демо деп айтайық, демо версиясы. Ұйымдастырушылар бір көрді. Кім келе алады, кім келе алмайды, кімнің қабілеті бар. Өйткені бұл чемпионаттың негізгі түп мақсаты біздің елімізде бір мықты ойыншыларды анықтау. Өйткені мысалы мынау футболдан мықты командалардың кибер игрок дейді. Мысалы, Мәскеулік ЦСКА-ны алайық, Манчестер Юнайтед Англиядағы. Олардың өзінің бір кибер игрогі бар. Олардың кәдімгі чемпионаты бар. Өздері кәдімгідей клуб анаған жалақы төлейді. Яғни тренировка жасайды онымен. Енді сол уақытқа келдік. Әр үлкен бір топ клубтың бір кибер игрогі бар. Бізде бірақ әзірге ондай жоқ. Бірақ бізде мемлекетте шетелге асырып жақсы бір кибер игрокты таңдау. Яғни қазіргі таңда Қазақстан бойынша ең мықты кибер игрок Жезқазған қаласында менің білуімше 16 жастағы Олжас Есентаев деген бала. 16 жастағы? 16 жаста. Ол 14 жасында Қазақстан жеңіп алған кубок дейді. Кубок Қазақстан жеңіп алған. Енді соның түрін әртістердің арасында медиа саласында жұлдыздар, медиа саласында жүргендердің арасынан таңдап, сонымен сол баланы кездестіру. Кездестіру ғой. Енді тағы бір сұрақ бар. Енді қазірде енді жаңа айтып отыр ғой, гаджет өте зиян деп барлығы да бір. Дегенмен де осы гаджеттің арқасында қаншама WhatsApp-тармен, Telegram-дармен істеріміз тез бітіп аяқталып жатыр, иә? Дегенмен де қазір барлығын WhatsApp-пен шеше алу дұрыс, оңай. Уақыты да үнемдейсің. Дегенмен де көзбе-көз кездескен дұрыс па, әлде WhatsApp-пен шешкен дұрыс па барлығын? Аудио, записпен шешкен дұрыс па? Жоқ, негізі көзбе-көз шешілген дұрыс. Туыстарға дейін де тіптен де. Бауырлар деген группаны ашып қоясың, сол жерге жазасың. Несін жасырайық, үлкен күрделі сұрақтар, не болмаса тендерлар, көзбе-көз шешіледі. Мысалы, телефон арқылы. Келісімшартқа қойылатын дүниелер көзбе-көз шешіледі. Ал енді ол туыстардың арасында, ерден асқа кім не алып келеді деген сияқты, не болмаса, Майран үйіне баратырмыз деген сияқты сұрақтар, бір нәрсе кім не алып келеді, ол WhatsApp желісінде, не болмаса, телефон арқылы шеше салғанға. Ал ата-аналар мен де мұғалімдерде қазір да өздерінің тобы бар WhatsApp желісінде. Ата-аналар жиналысы деген қазір болмайтын сияқты меніңше. Білмеймін, біздің кезімізде апта сайын ата-аналар жиналысы болатын кәдімгідей. Қазір кезде барлығында ата-аналар жиналысы WhatsApp желісінде. Мысалы, бір мұғалімнің есімін айтсақ, мысалы, Махаббат Бәленкеевна, айып етпейсіз, мен жиналысқа келе алмаймын, не керектігін жекеге жазып беріңізші дейді. Болды, шешейік дедің ғой. Солай болды. Ал енді бұрынғы енді ата-аналар жиналысы деген артта қалған дүние қазір. Елдар, қысқа да нұсқамен сұрағыма тез арада жауап беруге тырысшы. Енді жаңа мен бәрібір сонда қоймаймын, компьютерлік ойындар, чемпионаттар ұйымдастырып жатыр екенсіңдер. Бірақ дегенмен де өздерін бас қосып, ашық алаңда футбол ойнағанды жақсы көресіңдер. Аға буын өкілдері, мысалға, танымал жазушылар, журналистер, ол кісілер бильярд ойнағанды қалайды мысалға. Сендер де сондай чемпионат өткізесіңдер ғой? Иә. Болды. Эльдар, рахмет келгеніңізге, міндетті түрде эфирден тыс жақсылап қоштасып. Мен ажырасқан жоқпын, итоге. Мен соны айтайын. Ажырасқан жоқ, әйелі бар, бір штук әйелі бар әзірше. Бір штук әйелі бар, екі ұл баласы бар, Құдай қаласа, амандық болса, елдің демографиясына үлесіңді қоса бер ары қарай.